Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөмкеме саламын. Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсінесіз. Өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолданасыз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Салу, сөмкеге салу, күнделікті салу. Сал, не саласың? Мен сөмкеге саламын. Сен сөмкеге саласың. Ол сөмкеге салады. Оқушылар, жаңа сөздерді естеріңде сақтап алыңдар. Тыңда, қайтала, оқы. Мен мектепке барамын. Сөмкеге күнделік, кітап, дәптер, қаламсауыт саламын. Әлібек те мектепке барады. Ол қаламсауытқа қалам, қарындаш, өшіргіш, ұштағыш салады. Сен сөмкеңе не саласың? Бірінші тапсырма. Жаныңдағы оқушыға суреттегі заттарды сөмкесіне салуды бұйыр. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, біз ұсынған жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Әлібек, сөмкеге қарындаш, қаламсауыт, өшіргіш, қалам, кітап, дәптер, ұштағыш сал. Сендердің де жауаптарың осындай болғанына сенімдімін. Екінші тапсырма. Суреттерге қараңдар, бір-біріңнен сұраңдар. Әнелдің сөмкесінде не бар? Не жоқ? Әлібектің сөмкесінде не бар? Не жоқ? Ойланайық. Оқушылар, жауабымызды бірге тексерейік. Әнелдің сөмкесінде қаламсауыт, өшіргіш, қалам, кітап бар. Күнделік, ұштағыш, дәптер жоқ. Әлібектің сөмкесінде күнделік, өшіргіш, ұштағыш, қарындаш, кітап бар. Дәптер, қаламсауыт жоқ. Үшінші тапсырма. Жаныңдағы оқушыға суреттегі заттарды қаламсауытқа салуды бұйыр. Оқушылар, жауабымызды бірге тексерейік. Әнел қаламсауытқа қарындаш, өшіргіш, қалам, ұштағыш сал. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Суретке қарап, сөмкеге не салатыныңды жаз. Оқушылар, жауабымызды бірге тексерейік. Мен сөмкеге күнделік, сызғыш, ұштағыш, өшіргіш, дәптер, кітап, бояу, қаламсауыт, қалам саламын. Сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіндік. Өз сөзінде ақпаратты сұрау, іс-әрекетке түсініктеме беру үшін сөздер мен сөз тіркестерін қолдануды үйрендік. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Оқушылар, үйге тапсырманы жазып алайық. Сенің сөмкеңде не бар? Жауабын дәптерге жаз.
Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.